Қазақстан бүгінде достық пен туысқандықтың, ырыс пен ынтымақтың ордасына айналып отыр. Қазақтың байтақ даласы бүгінде 130-дан аса ұлт өкілдеріне ортақ отан. Сол себепті 1 мамыр халқымыздың бірлігі күні болып есептеледі. Алдарыңызда достық керуені көрмесі. Бұл көрмеде Алтай-Дунай экспедициясынан әкелінген және де жергілікті қала тұрғындарының музей қорына өткізген жәдігерлері. Алтай-Дунай экспедициясы Жезқазған тарихи археологиялық музей бастамасымен ұйымдастырылып, жүзеге асырылған халықаралық археоэтнологиялық экспедиция. Экспедиция жетекшісі сол кезеңдегі музей басшысы Қожахметов Бақтияр Сапарбекұлы. Экспедиция 1999 жылы 3 мамырда Алтай өлкесіндегі Құлындыдан басталып, Венгрия жерінен аяқталды. Барлығы 426 елді мекен қамтылды. Алдарыңызда Алтай-Дунай экспедициясынан әкелінген жәдігерлер. Ұршық. Ұршықтың алғашқы түрлері 2,5 мың жыл бұрын пайда болған. Тігінен дөңгелегі орнатылған ұршықтар қыз баланың ажырамас бөлігі болып саналған. Өйткені славян халықтарында тіпті кіндікті де осы ұршықпен кескен. Лапти. Шығыс Еуропа мен Ресейде ежелгі уақытта кең таралған және 1930 жылдарға дейін ауылдық жерлерде кеңінен қолданылып, қамыстан тоқылып жасалған. Табаны арқамен немесе термен тігілді. Себет. Славян халықтарында кір жуу ерекше дәстүр болған. Мысалы, осылай тоқылған себеттерде құрғақ кірлер салынады. Келімен келсап, тарымен бидай, тағы басқа да дәнді дақылдарды ұнтақтайтын қатты ағаштан жасалған құрал. Май шайқағыш. Осындай май шайқағыштарда славян халықтары үй жағдайында дәмді қолдың майын дайындаған. Кринка. Сиыр сүтін сақтауға арналған құмыра. Славян халықтарында үй тұмарларына да ерекше мән берген. Тіпті 20 ғасырдың басына дейін бұл үй тұмарлардың магиялық қасиеті бар деп есептеген. Менің қолымда тұрған шөпке толған қапшық берекенің, ырыстың белгісі, ал сыпыртқы жоғарғы қараса ақшаны шақырады десе, төменгі қараса жамандықтың белгісі деп білген. Рушник – үй кенептерінен жасалған сүлгі. Славян халықтарының мәдениеті мен шығармашылығының бір үлгісі іспеттес. Көбінесе рушниктерді шығыс елдерінде қолданады. Рушниктерді сыйлық ретінде, төсек жапқыш ретінде қолданады. Домбыра. Қазақ халқының ең көп тараған екі ішекті, көп пернелі музыкалық аспабы. Домбыра ежелде қазақтың тарихын баяндаған музыкалық аспаптардың бірі. Қобыз. Таңғаларлық пішінді және ғажайып сазды бай тембірлі қазақ халқының ұлттық аспабы. Қобыз екі ішекті, 40-қа тарта аттың ұзын қылы керілген ысқышы бар аспап. Қылқобыз атауы да осыдан шыққан болар. Кумуз. Қырғыз халқының ұзын жіңішке мойны бар, 3 ішекті шертпелі музыкалық аспабы. Құралдың жалпы ұзындығы шамамен 90 см. Кумуздың дыбысы жұмсақ және тыныш. Мандолина. Шертіп ойнайтын ішекті музыкалық аспап. 16-17 ғасырларда Италия елінде пайда болған. Мойны қысқа, шанағы жалпақ, не болмаса жұмыр етіп жасалатын екі түрі бар. Мандолинаның шегі 2 ектен жұпталып 4 шек құрайды. Мандолинадан құрылған оркестр Неаполитан оркестрі деп аталады. Лангспил. Неміс ұлтының ұлттық аспабы болып табылады. 3 шекті, төменгі жағында жүрек түрінде қу сойылған. Балалайка. Орыстың 3 шекті музыкалық аспабы. Алғашқыда 2 шекті болған. Жеке орындауда да басқа аспаптармен қосылып, әнді, биді сүйемелдеуге де пайдаланылған. Және де қазақ, молдаван, украин, орыс халықтарының кәдесыйлары. Беларусь халқының ұлттық киімі. Айқын өзгешелік ұлттық киімдерінен де көрінеді. Ондағы ерекше белгі ақ түстің кең таралуы. Осы ерекшелікке байланысты Беларусь этнонимі шықса болса керек. Бұл бізде ерлердің костюмы, етегі сыртқа шығарылған, ашық түсті тоқылған оюмен өрнектелген.
Баршаңызды айтулы мерекемен шын жүректен құттықтай отырып, зор денсаулық, бақыт тілейміз. Bir шаңырақтың астындағы халқымыздың татулығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, қашанда ынтымақ бірлік жасай берсін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. I'm